жүкті немесе жүкті емес екендігімді қалай білуге болады? Міне осы сұраққа толық жауап алғыңыз келсе, осы видеоны соңына дейін тыңдаңыздар. Сәлем қыз-келіншектер, менің есімім Шаңды Ақжүніс Мейрамбайқызы, мен акушер-гинеколог дәрігермін. Егер де осындай пайдалы ақпараттарды жіберіп алғыңыз келмесе, подписка басыңыз, жанындағы колокольчикті басыңыз. Егер ұнаса, немесе сұрақтарыңыз болса, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ал кеттік қыздар. Жалпы жүкті емес екендігіңізді, немесе жүкті екендігіңізді және оның қандай белгілері бар, сол туралы бүгінгі тақырыпта айтатын боламыз. Жалпы ең қарапайым және ең простой түрлерінің бірі бұл етеккірдің кешігуі, яғни задержка менструация. Бірақ та қараңыздар қыз-келіншектер, етеккірдің кешігуі тек қана жүктіліктің ғана белгілері емес, ол басқа да әртүрлі бұзылыстардың белгілері болуы мүмкін. Мысалы, егерде әйелде егерде тест на беременность жасайтын болса, ол жерде отрицательно көрсететін болса, енді бір аптадан кейін қайталауға болады, немесе УЗИ түсуге болады. Неге? Өйткені әртүрлі әйелде қандай да бір стрессовый жағдайлар болатын болса, немесе киста болатын болса фолликулярна, сол кезде де етеккір кешігуі мүмкін. Бірақ енді бұл жерде ол басқа тема, оны етеккірдің кешігуі неге кешігеді деген тақырыпта айтатын боламыз. Енді етеккірдің кешігуі бұл жүктіліктің ең бірінші белгісінің бірі болып табылады. Бірақ та қараңыздар, жүктілік кешіккеннен кейін бірден тест на беременность көрген кезде кейбір әйелдерде ол отрицательно көрсетуі мүмкін. Енді жалпы общий тоқтала кетейін. Бірінші белгісі осы етеккірдің кешігуі, екіншісі ол бізде тошнота, рвота, яғни жүрек айну мүмкін, құсу мүмкін, бірақ ол барлық әйелде емес. Өйткені кейбір әйелдерде құсу, жаңағындай жүрек айну болмауы да мүмкін. Это нормально. Одан кейін сүт бездері ісінуі мүмкін, және де кішкене ауырсыну болуы мүмкін, және үлкеюі мүмкін. Одан кейін кіші дәретке жиі баруы мүмкін, яғни цистит, ранний сроктарда, яғни ерте сроктарда осындай цистит кездесуі мүмкін. Сонымен қатар тез шаршағыштық, ұйқышылдық болуы мүмкін. Бұл не только жаңағы жүктіліктің белгісі, ол басқа да аурулардың белгілері болуы мүмкін, яғни бұл қосымша. Сонымен қатар бел аймағында ауырсыну сезімі болуы мүмкін, ыңғайсыздық болуы мүмкін, дискомфорт болуы мүмкін. Сонымен қатар іште ауыру мүмкін, яғни іштің төменгі жағы тартып ауыруы мүмкін, тоже ол жерде дискомфорт болуы мүмкін. Сонымен қатар одышка, изжога деген сияқтылар болуы мүмкін. Олардың барлығы бізде бірақ қосымша. Сонымен қатар пигментация кожа деп аталады, яғни бет терісінде пигментацияның пайда болуы. Енді ол ранний срокта емес, бірақ жалпы жүктіліктің үлкен сроктарында да пайда болады көбінесе, пигментация. Енді қарайық, задержка менструация. Егер сізде қараңыз, етеккіріңіз мысалы алдыңғы айдың 28-і келді, енді осы айдың 28-і келу керек еді, бірақ келген жоқ. Сіз 29 күні бірден тест на беременность көресіз. Тағы бір жаңағы жүктілікті анықтау тәсілдерінің бірі бұл бізде тест на беременность. Сол кезде сізде отрицательный көрсету мүмкін, иногда слабый положительный көрсету мүмкін, немесе положительный көрсету мүмкін. Ол бізде неге байланысты? Тесттің чувствительность, яғни сезімталдылығына байланысты, және сіздің қай уақытта көргеніңізге байланысты. Егер сіз бірден задержка бір күн болған кезде барып көрсеңіз, ол сізде иногда көрсетпеуде мүмкін. Немесе слабый положительный көрсетеді, немесе положительный көрсетуде мүмкін. Сондықтан егер де сіз өзіңізді жүктімін деп есептесеңіз, содан кейін егер тест отрицательный көрсетсе, бір аптадан кейін немесе 3-4 күннен кейін қайталасаңыз болады. Өйткені бізде негізі тест на беременность өзінің әртүрлі сезімталдылығы бар. Тест на беременностьтің сыртын көрсеңіздер, сыртында жазылып тұрады 5, 10 және 20 деп. Ол бізде оның сезімталдылығы саны кіші болған сайын сезімталдылығы жоғары болады, және ерте сроктарда көрсету мүмкін. Бірақ та тест на беременность только сізде задержка болғаннан кейін ғана көрсетеді. До задержки ол көрсетпейді. Өйткені бізде тест на беременность құрамында бізде ЗАБДе хорионический гонадотропин, яғни ХГЧ гормонын анықтауға негізделген. Өйткені ХГЧ гормоны бізде эмбрион, яғни плод, плодное яйцо деп айтамыз. Сол плодное яйцо бізге жатырға бекігеннен бастап бөлінеді организмде. Сөйтіп зарде ХГЧ-ні тек қана сізде имплантация, яғни сіздің ұрық
жоқ, яғни плодный яйцо жатырға бекігеннен кейін 2 аптадан кейін анықтаймыз, яғни ол сіздің задержканың басталған уақыты, иә. Ал тағы бір ерте анықтауға болатын тәсілдерінің бірі бұл кровь на ХГЧ, яғни біз ХГЧ гормонын қанда анықтаймыз, иә. Ол кезде нормасы 5-10 м единиц на миллилитрден көп болу керек, иә. Және ХГЧ бізде 48 сағат сайын 2 есе өсіп отыруы тиіс. Және де ХГЧ-ны кровь на ХГЧ қай кезде анықтай аламыз? Ол біз бірінші жаңағы овуляциядан кейін, яғни сізде имплантация болады, овуляция болады. Сол овуляциядан кейін бізде примерно 8-10 күннен кейін, яғни до задержки 1-2 күн бұрын қан арқылы анықтауға болады, иә. Бірақ та қыздар желательно өйтіп заморачиваться етпей қойсаңыздар болады. Желательно после задержки қарағандарыңыз дұрыс. Енді мен сіздерге айттым, иә, вообще негізі тест на беременность өте ыңғайлы, өйткені ол бізге удобный, үй жағдайында анықтай аламыз, иә. Бірақ та көп мынандай сұрақтар келіп жатады. Мысалы, мен осы задержкадан кейін 5 күн болды, 6 күн болды, тест на беременность слабый положительный көрсетіп тұр, немесе отрицательный көрсетіп тұр дейді. Сол уақыттарда қыздар сіздер желательно 1 аптадан кейін повторно көрсеңіздер болады, немесе басқа түрлерін көрсеңіздер болады, өйткені арзан тесттер кейде көрсетпей қалады. Немесе сіздер задержкадан кейін 1 аптадан кейін арғарта УЗИ түссеңіздер болады. УЗИде бізде плодный яйцоны 3-4 аптадан бастап көрсетеді, иә. Өйткені оған дейін сіз қанша УЗИ түссеңізде ол жерден көрсетпейді. Задержкадан кейін бірден УЗИге түсіп барып қараудың қажеті жоқ, өйткені ол әлі маткада түскен жоқ, иә. Өйткені оған белгілі бір уақыт керек. 3-4 аптадан бастап қана УЗИден көре аламыз, қыздар. Міне осы жүктілікті анықтауда тәсілдерінің түрлері, қыздар, иә. Егер де сіздерде сұрақтар болса, комментарийға жаза кетіңіздер.